Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу азбайтұғын адамның алтындығы. Армысыздар! Алматы облысы, Іле ауданы, Оралдай кенті, Кенен Әзірбаев атындағы номері 15-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Дүйсенова Нұргүл Мұңайханқызы. Педагог сарапшы. Өмірді ұзын дәліз деп елестейтін болса, мен қызыға ашқан алғашқы есік педагогика әлемі. Олай болса, менің әлеміме жол тартайық. Педагог осы әлемді құраушы, тәрбиеші. Мен үшін педагог рухани тәлімгер. Жас жеткіншектерді тәрбиелеуде менің педагогикалық кредом сапалы білім беріп, бәсекеге қабілетті, құзыретті тұлға қалыптастыру. Қазіргі таңда педагог сарапшымын. Сарапшы ретінде педагогикалық процестің тәрбиелік қырларын меңгеріп, инновациялық әдіс тәсілдерді қолданып, білім алушыларды сыни тұрғысынан ойлауға, пікірталас алаңында өз ойын еркін жеткізуге, шығармашылық шабыттарын шыңдай отырып, ұлттық құндылықтарды ойына дарытудамын. Заманауи әдіс тәсілдерді қолдана отырып, білім алушыларды жүлделі орындарға ие болуға, олимпиадалар мен зияткерлік байқауларға шабыттандырамын. Жалпы, ұстаздар қауымын шығармашылық қабілетсіз елестету мүмкін емес. Әлемдегі барлық озық ойларды ескеріп, мен де аудан, облыс көлемінде белсенді әдіс тәсілдерді қолдану туралы семинар мен коучинг өтіп жүрмін. Сонымен қатар, магниттік мектептерде озық тәжірибе тарату үстіндемін. Осы уақытқа дейін бірнеше жас маманға ұстаздық жолында бағыт-бағдар беріп, тәлімгерлік жұмыс атқарудамын. Табысты ұстаз, сыпайы, сынға ашық, кәсіби қоғамдастық құрушы, саналы түрде шығармашылықпен айналысушы. Олай болса, мен де өзімнің авторлық бағдарламам мен әдістемелік жинағымды мұғалімдер қауымына ұсындым. Мен үшін педагог байланыстырушы, ата-ана, мектеп, қоғам арасындағы көпір іспеттес. Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында.